Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, 35 жайдарманның сүйікті көрермендері. Сіздерді өзіміздің арнамызда көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Бұл біздің кезекті бейне жазбамыз. Бүгін біздегі басты мақсат сұрақ: кім чемпион болады? Финалға өткен командалар айта Биыл кетейік. биылғы 2025 жылғы финалдың уақыты ертең 10 сәуір күні сағат 17:00-де өтетін болады. Өте таяз қалды уақыт. Так. Әдеби. Біз өте әдеби көркем тілде сөйлейтін адамдармыз. Биыл кім чемпион болады? Биылғы финалда өнер көрсететін 8 команда бар. Оларды атап өтсек: Біріншісі Мөлдір апайдың балалары, Назерка апайдың қыздары, Адреналин, Күлмесең қой, Потолок құрамасы, Жымисайшы, Гүлжанат апайдың балалары. және де 5 бармақ. Осы 8 команда финалға тікелей жолдама алды. Финалда өнер көрсетеді. Сіздерге де қызық шығар, финал қалай өтеді, финалдың форматы қалай? Десе. Айтайыншы қалай, оны айтпақ қойшы қой. Әр командаға жеке тоқтала кетсек, ол Мөлдір апайдың балалары. Биылғы жаңа команда, жаңадан бастап келе жатқан балалар, кішкентай балалар, небәрі жастары нешеде, 10-да ма? 10-ға да толмаған. Кейбіреулер. Өте керемет бастады биыл. Ешқандай сахнадан ұялу дейтін ондай болған жоқ. Сахнаны сезініп, өздерін еркін ұстайтын команда. Тағы да басқа не айтуға болады? Кішкентай балапандар. Кішкентай бала болса да өздерін ересек командалармен бірдей деңгейде ұстайды. Бірдей деңгейде ойнайды. Бірдей деңгейде де ойнайды. Кейбір командалардан қарағанда жақсырақ ойнайды. Деп қойып, аса-сап деп кетсең. Екінші команда ол Назерке апайдың қыздары. Ол команда өте жақсы, өте әдемі қыздары бар, өте көркем. Сахнанда оларды сезіну біледі. Әр қыздың рөлі әртүрлі, стилі әртүрлі. Назерке апайдың қыздары, ол шынымен де өте керемет, әдемі қыздары бар команда. Бірақ бұл подкастымыз қой, шақыру бұл. Қайтып тұрса отырайық. Так ұстаймыз арқаны. Осанка равнее. Келесі тоқтап өтетін команда Адреналин құрамасы. Оларда қыздардан тұрады. Формасы да ерекше, өте керемет, тіктірткен формасы да ерекше. Әр қыздың рөлі әртүрлі, дәл солай. Иногда да. Адреналин ол тағы да бір бүйтіп ондай бір ойбай мынандай дейтін команда емес, енді бірақ чемпиондыққа лайықты команда деп те айта аламын. Претендент команда. Өйткені олар өздерінің стилі бар, өздерінің драйвы бар. Оларда өте керемет драйв. Олардың былтыр алдындағы 1-2 финалдағы билерін көрсеңіздер вообще. Апаймен биледі. Мергүл апайлары. Жақсы. Керемет. Бір шутқысына морозильниктен шыққаны ұнап. Оларда бір не бар андай? Изюмка дей ма? Реквизиттары әдемі. Реквизиттары шыққандары. Келесі ол Потолок құрамасы. Потолок құрамасы енді олар былтырғы чемпиондар. Оларға биыл сайысып та керек емес деп ойлаймын. Өйткені олар жетеріне жетті, көрерін көрді. Бірақ әлі де жетер жетістіктер әлі де алда. Бұларға мектеп емес, басқа деңгейге өту керек деп ойлаймын. Жоғары облыстың республикалық деңгейге өту керек деп ойлаймын. 6-шы команда ол Жымисайшы құрамасы. 3 жолдан тұрады. Негізі 5 еді.
белгілі бір себептермен екеуі мектептен көшіп кетті ма, сондай болды. Так, үшеуі де сахнаны жақсы сезінеді, жақсы ойнайды. Олардың арасында біздің таперіміз бар, біздің музыкантымыз бар. Сұлтан дейтін баламыз өте керемет, жақсы бала. Оған Сұлтан осы видеоны көріп отырсаң, рахмет деп комментария жазып жібер. Біз қанша шірісек те біз үшін ұялмай бізге тапит етіп бердің, музыкамызды қосып бердің. Сол үшін сізге сахан мың алғыс. Оған дейін бізде 2 тапер болды, Оған дейін 2 тапер болды негізінде. Болған сияқты еді. Бауыры, бер келші, атықы сенің. Келші бер қарай. Бірақ жоқ болып кетті. Жоқ болып кетті, белгілі бір себептермен қайттан. Так, енді ол 7-ші команда. Бізде айта кетерлік жайт, себептер ешқашан анықталмайды. 7-ші команда ол Гүлжанат апайдың балалары. Өте жақсы өнер көрсетті. Мына Гүлжанат апайдың балаларында ойнайтын Бақытжан, Патологтағы Бауыржан, Мөлдір апайдың балаларындағы Ясин, үшеуі ағайынды. Керемет емес, Керемет, ғанибет. Не деген көркемдік, әсемдік дүние. Не деген инабатты. Бір үйден 3 чемпион шықса, не деген қуаныш. Әділ қазыларына құлағына алтын сырға деп қой. Ана не дейді ма? Талант солар шықты ғой, 3 чемпион болды. 3 чемпион. Неге бізге болмасқа? Неге бізге болмасқа, да? Неге қоймасқа? Неге қоймасқа? Неге үшеу болмасқа? Ғабиден де қой. Так, енді ең соңғы команда ол жақсы команда, өте жақсы өнер көрсетті маусым ашарда. Өзінің шуткалармен, чоссармен, Гонский ойнайды. Беспармақ құрамасы, Бұл енді мен чемпиондыққа претендент команда. Барлық командадан ең бөлек деп санайтын командам Беспармақ құрамасы. Олар енді менің ойымша чемпион болуға лайықты командалардың бірі. Біз бір команданы айтпадық қой. Оға бөлек айтамыз. Беспармақ өте ерекше команда, стилі де ерекше. Оларды андай гон шуткалар, өте ерекше. Бұрын сонда кездеспеген, бұрын сонда болмаған. Сол үшін де чемпион болуға лайықты деп ойлаймын. Және де биылғы жылдың барлығымыздың ойымызша басты фаворит болып тұрған команда Күлмесең қой. Күлмесең қой маусым ашар биылғы сезонда өте ерекше бастады. Жарды десек те болады. Әр ойында жарып келатыр. Ішінде өзінің Чарли Чаплині бар. Кесірбек Роби бар. Әр баланың рөлі әртүрлі. Чарли Чаплин бізде Нұртас өте жақсы ойнайды. Өте керемет бала, жақсы бала. Өзінің рөлін актер ретінде сезіне ма? Сөйтіп алып шықты. Оған маңызды емес, ол қаяқта тұр. Сахнада ма? Қанша адам маңызды емес. Қарамайды ол, ешқашан мандраж ұстамаған ол. Өзін еркін ойнап, өзінікін ойнап тастайтын бала. Және сол өзінікін дәлелдейді. Достар, байқап отырсаңыздар, біздің арамызда бір кісі жоқ. Байқап отырсыздар ол. Кім деп ойлайсыздар? Бүгін біздің арамызда Муслим жоқ, ол өйткені тағы да белгісіз себептермен жоғалып кетті. Міне президенттікке түсіп жатыр деген хабарламалар келді. Үміткер. Алмай қой. Соған енді үміттеніп отырық, міне дауыс береміз деп, президент болады деп сенім артамыз. Қазақстанымыз дамытады деп. Сенеміз енді, білмеймін бірақ. Өзіне бөлек ел ашып алмасы олар еді. Байгайстан деген сияқты. Шайгайстан ашады жару. Так, енді бүкіл командаларға сәттілік тілейміз, не болса да. Барлықтарың чемпион болуға лайықтысыңдар. Әр команда өзі ерекше.
өздігіне ерекше командалар. Әр команда стилі ерекше, рөлдері ерекше, иә. Енді біздің финалымыз біздің финалымыз 30 35 жайдарманның финалдық бәсекелестігі 10 сәуір күні сағат 17:00-де 35 мектебінде өтетін болады. Акт зал, 3-ші этаж. 4 лестница бар, 4 лестница бар, любойына көтеріле бересіңдер. Кез келген лестницадан көтеріп кетсеңіздер, акт залдан шығасыздар. Сіздерді күтеміз асыға. Және де командаларға айтатын жайт, сынбаңдар, уайымдамаңдар. Сендер әрқайсың команда үшін ойнасаңдар, сендер міндетті түрде чемпион боласыңдар. Иә, достар, біз неге әдеби сөйлеп кеттік өткені? Біздің арамызда муслим жоқ. Муслим өткені. Прикол бүйтіп айта алмай жатырық. Шабытым жоқ, шабытым келмеді де. Шабытым келмей қалды бүгін. Прикол бастап кететін муслим жоқ. Муслим өте жақсы бар. Сіздер айтасыздар, муслимді неге өйтіп булит ете бересіңдер, неге ренжіте бересіңдер? Біз ренжітпейміз. Біз сол арқылы сіздердің көңіл күйлеріңізді көтереміз. Ол болмаса біздің де көңіл күйіміз жоқ, сіздердің де көңіл күйлеріңіз жоқ. Ол әркімнің жүзіне күлкі сыйлайтын ерекше қасиеті бар адам. Енді муслим деген расшифровкасы ерекше, иә? Иә, мысық, мейірімді, улы, улыбающий, иә. Сенімді, Сенімді, иә, өзіне. Сезімтал, лепті, чемпион болуға лайықты адам. Иә. Ма? Инабатты, ибалы. Мейірімді. Муслим. Рахмет. Иә, қоштасатын уақытта келген сияқты. Сіздермен болған 35 жайдарман. Келесі кездескенше. қош, сау болыңыздар. Рахмет.